Сәлематсыздар ма балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Бүгінгі сабақта қоршаған орта бөлімін аяқтадық. Осы уақытқа дейін алған білімдерімізді тексеріп көреміз. Сабағымыздың мақсаты: қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін, көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолданамыз. Екі және одан да көп арифметикалық амалдан тұратын жақшалы және жақшасыз берілген әріпті санды өрнектерді салыстырамыз. Екі немесе үш арифметикалық амалдан тұратын жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табуды, амалдардың орындалу ретін анықтауды үйренеміз. Яғни бүгінгі сабақта балалар, біздер өткенге шолу жасап, қайталау жұмыстарын жасап өтеміз. Енді балалар, дәптерлеріңді аша қойыңдар. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. 16 сәуір сынып жұмысы. Оқулықтарыңның 20-21 бетін ашайық. Бірінші тапсырмаға қараңдар. Білу. Көбейту мен бөлуге берілген өзара байланысты мысалдар төрттігін құрастыр дейді. Кестелік көбейтудің берілген өрнектің мәнін табу үшін көбейтудің қандай қасиетін қолданамыз? Я, балалар, көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнек жазып және оның мәнін табады екенбіз. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Көбейткіштердің орындарын ауыстырсақ, көбейтіндінің мәні өзгермейді, яғни 3 пен 4-тің көбейтіндісі де 12-ге тең. Көбейтуді бөлу амалымен тексереміз. Яғни 12-ні 4-ке бөлсек 3, немесе 12-ні 3-ке бөлсек 4 шығады. Екінші тапсырма: түсіну. Амалдардың орындалу ережелерін еске түсірейік. Амалдардың орындалу ретін белгілеп, есептеу жұмысын жүргізуіміз керек. Яғни амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Жақшасыз өрнектегі амалдардың орындалу ретін жазып көрсетеміз. Жақшасыз өрнектің мәнін табамыз. Жақшалы өрнектегі амалдардың орындалу ретін жазып көрсетеміз және жақшалы өрнектің мәнін табамыз. Яғни бұл тапсырманы біз үйден орындаймыз. Үшінші тапсырмаға зер салып қараңдар. Қолдану. Бізге есеп берілген. Бір орамда 16 метр сым темір бар, ал екіншісінде одан 4 есе кем. Екі орамда барлығы неше метр сым темір бар. Есепті шығару үшін алдымен қысқаша шартын құрамыз. Және шешу жолын есептеп табамыз, яғни есепте қанша белгісіз барын табамыз. Есепті екі амалмен немесе өрнек құру арқылы шығаруға болады. Яғни есептің соңында біздер жауабын жазуымыз қажет. Яғни екі орамда барлығы қанша метр сым бар екенін табуымыз керек. Алдымызда үлгісі берілген. Әрі қарай талдау. Осы уақытқа шейін балалар, біздер амалдардың орындалу ретін тауып үйрендік. Шыққан өрнек мәндерін салыстырып үйрендік. Теңсіздік белгілерін қойып үйрендік. Яғни санды және әріпті өрнектерді қалай шығару жолын осы уақытқа дейін үйрендік. Енді балалар, с мен 3-тің көбейтіндісі көп пе, әлде с мен 4-тің көбейтіндісі көп пе? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, с мен 4-тің көбейтіндісі көп. Себебі 4 саны 3 санынан артық. Келесі: жинақтау. Есепті санды деректермен толықтырып, оны шығар дейді. Жоғарыда біздер есепті талқылап өттік. Енді бұл есепті шығару үшін бізде белгісіз бос тор бар. Сол тордың орнына біз өзіміз сан қою арқылы осы есепті толықтырып шығаруымыз қажет. Бумада 5 көк шар бар, ал қызыл шар одан 2 есе артық. Бумада барлығы неше шар бар деп есеп құрып шығарайық балалар. Соңғы тапсырмамыз бағалау.
біздерге өрнектер берілген. Өрнектердің мәні бізге белгілі. Бірақ мәндерінде қателіктер бар. Сол қателіктерді түзетіп, бұл тапсырманы да орындауымыз қажет. Мысалы, 35 пен 5-тің бөлінісі 7-ге тең. Бұл дұрыс өрнек. Келесі өрнектің қате болуы мүмкін. Ал енді балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабақта мақсаттарыңа жеттіңдер ме? Жеткен болсаңдар, үйге тапсырма, 2-ші және 3-ші тапсырма. Сабағымыз аяқталды балалар.